Aslında қалалмайды әке-шеше қасында, ер жеткен соң кетіп қалар арасында. Қыз ұзату қиын екен анаға. Үйдің жарасығы гүзал маралы, жат жерлерге келін болып барады, анаң байқұс көзін жаслап қалады. Қыз ұзату қиын екен анаға. Қыз әкесі тілектілер егіліп, жас жұбайға бүгін құтлы сөз керек, өңгейсіз, өскейсіз, міслі байтерек, ата дуалары қабылдыры бүгін. Неге бүгін Гүлшира сіңлім балалық бенен ата үйіменен қосыласып, бүгіннен басылап сырын білмеген шаңыраққа қадем тастау алдында тұрсам. Міне ата-анаңыз осы уақытқа шекем сізді қанатылға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай, осы дәрежеге әкелді. Барған шаңырағында ата-анаңды сағынасың. Сол ата-анаңды сағынған кезінде қайнатаң әкеңдей, қайненең анаңдай мейірман болсын. Міне бүгін ата-анаңыз сізге арнап үлкен тойлар беріп атырыпты, ақ пәтияларын әперіп атырыпты. Ендігі жағында ата-ананың үмітін ақлау сіздердің қолыңызда. Барған шаңырағында бақытлы боламан деп емес, сол шаңырақты бақытлы қыламан деп барғайсаң. Бұннан барған соң анаңды сағынасаң. Сол анаңды сағынған кезінде қайненең анаңдай мейірман болсын дейміз. Міне бүгін күйеу баламыз Гүлшира қызымызды сізге анасы Қатиша аманат етіп тапсырады. Осы уақытқа шеккен қызымыз өзінің әкесіне және де ағасына сүйеніп жасап келді. Ендігіден былай қызымызды қоллап қуатлап көзінен жас ақтырмау, сенген асқар таулы болу енді сіздің қолыңызда. Соның үшін бүгін екеуіңіз тұрмыс атлы гүзар жолға қадем таслар екенсіз. Тұрмыстың ойлы қырлы соқпақларына сүрінікпей өту үшін өмірде екеуіңіз сабырлы болуды үйренгейсіз. Ал сіңлім шаңырақта егерде әйел адам ер азаматты сыйламаса, ол шаңырақта еш уақытта перзентлер сіздерді сыйламайды. Ал күйеу баламыз, сіз өмірлік жолдасыңызды сыйламасаңыз, шаңырақта ауызбіршілік болмайды. Соның үшін бір-біріңізді сыйлап, өмірде сабырлы болуды үйренгейсіз. Неге Қатиша сіңлім, бүгін ата-анаңыз сізге хаужарлар айттырып, той беріп атырыпты. Бұл хаужарлар менен ұзатылу әр бір қыздың арманы. Ата-ана тарапынан беріліп атырған сауға саламларын барған шаңырағында жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Неге күйеу балам не сіз тарапте ата-анаңыз сізге тойлар беріп атыр. Ата-аналар сіздердің арманларыңызды орындап атырыпты. Ендігі жағында шаңырақта ауызбіршіліклі болып, үлкен шаңырақ болу сіздердің арманыңыз. Ата-анаңызды қандай сыйласаңыз, ертеңгі күні перзенттеріңіз сіздерді сондай сыйлайды. Неге Гүлшира сіңлім, ата-анаң сізді ешкімнен кем қылмайын деп оқулар оқытты. Осы оқыған оқуларыңыздың налары қалың болып, күйеу баламыз екеуіңізге бұйырған болсын деп қаламыз. Әр бір шаңырақта қыз бала бұл кеулі нәзік инсан болады. Гүлді қандай тәрбиелайтұғын болсақ, қыз баласын сондай тәрбиелаймыз. Күйеу бала міне енді Гүлшира қызымызды сізге аманат етер екенбіз. Шаңырағыңызда өзіңіздің апаңызды, қарындасыңызды қандай сыйлаған болсаңыз, ендігі жағында қызымыз Гүлшираны да сондай көріп, еш уақытта кеулін қабартпай, қызымыздың қоллап қуатлап көзінен жас ақтырмай, хәмеше бақытлы тұрмыс кешіргейсіз. Ендігі нәубет қызымызға арналған хаужар ғұсығына беріледі. Хаужар ғұсығы уақытында жазылген аналарымыз келіп қызымызбенен көрсеміз, соңынан қызымыздың достары, туған туысқандар ата-ана қызымызбенен көрісіп, қызымызды күйеу баламызға өз қолдарымызбенен аманат етіп тапсырамыз. Құрылатын шынылды, қана болар ай қызым, барған жерде қайненең ана болар ай қызым.
келіп қызымызбен көрсеміз. Қызымыздың ойнап өскен жерінен жеңгелер келеміз. Қарғапақ қалқында қыз ұзатылғанда жанына қыз жеңгелері қойылады. Себебі осы жеңгелерінің жолын қызымызға берсін деп қаламыз. Ата-анасының үмітін ақтағандай перзент болсын. Енді қызымызды күйеу баламызға қыз жеңгелері өз қолдарымызбенен бүгіннен бастап аманат етіп тапсырамыз. Менен қызымызға ақ жол тілейміз. Гүлшира қызымыз барған шаңырағында өніп өсіп, үлкен шаңырақтардың бірі болсын. Сайынбет әмде Қатишаның беріп атырған тойлары тойларға ұласа берсін.